Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тефтель жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге жасаңыздар. Қажетті заттардың мөлшерлемесін төменде описанияда қалдырдым. Көкөністерімізді турап аламыз. Қазанға пиязымызды сарғайғанша қуырамыз. Сәбізімізді қызанақ пастасымен қуырамыз. Мен тек картоппен шектелдім, бірақ сіздер қызанақ, болгар бұрышы сияқты көкөністерді пайдалансаңыздар болады. Тұз, специяларымызды салған соң, суымызды құямыз, сорпаның дәмін көреміз, қазанның бетін жауып, қазанның қайнағанын бақылаймыз. Ал енді фаршымызды дайындайық. Фаршымызды ұсақтап, оған пиязды саламыз. Жуылған күрішті. Мен бұл жерде күрішті қайнатқан жоқпын. Тек ыстық сумен жуып алдым. Жұмыртқамызды бір дана, тұзымызды бір қасық, қара бұрышымызды, ас көгімізді салып әбден араластырамыз. Тефтелиларымызды домалақтатып түйіп аламыз. Осы жерде мен фарш туралы айта кетейін. Фаршымыз майы аз немесе майсыз болғаны жақсы. Және упаковкадағы емес, кәдімгі қолдың фаршымен жақсы шығады. Ал мен түйіп домалақтап болдым, енді қайнап тұрған суыма біртіндеп сала беремін.
Сорпамызға қайнап тұрған суымызды құйып, қосымша бетін жауып қайнатамыз. 20-25 минуттан кейін сорпамыздың бетін ашып, дәмін көріп, піскенін бақылап, соңынан лавр жапырағы, не кептірілген ас көктерімізді салып, астын өшіріп, бетін жауып қоямыз. Тағы да 1-5 минут тұруы қажет. Ас болсын, менімен бірге болыңыздар.